Арал тұз Қазақстандағы йодталған тұз өндіретін жалғыз кәсіпорын. Кеңестер дәуірінде өзінің ақ алтынымен танымал болған тұз кенішінің тарихы тереңде. Ғылыми архив деректеріне қарағанда, Кеңестер одағының ғылым академиясы Жақсықылыш тұз көлінің құрамын зерттеу жұмыстарын жүргізген. Сол зерттеу барысында Арал өңірінен табиғи натрий тұзды бассейндер табылып, нәтижесінде өңірде тұз өндіру бағытында кәсіпорын құру қажеттігі туындап, 1927 жылы Арал тұз тресі кәсіпорны құрылады. Жақсықылыш тұз көлі Қазақстандағы тұздың ең үлкен кен орны. Тұз өндірілетін тұзды көлдердің жалпы ауданы 750 гектарды құрайтын екі көл Жақсықылыш 1 және Жақсықылыш 2 бар. Арал тұз ресурстарының ерекшелігі олардың қайта қалпына келуі еді. Жақсықылыш кен орны қоры 16 миллион тоннаны құрайтын солтүстік және оңтүстік бассейндерінен тұрады. Бірақ кей деректерде оның қоры 40 миллион тоннан деп бағаланады. Компания өнімінің 75%-дан астамы экспортқа Ресейге, Қырғызстанға, Әзірбайжанға, Украинаға, Грузияға және Өзбекстанға жіберіледі. Ал техникалық тұзды еліміздегі өндіруші ірі компаниялар пайдаланып келеді. Бұл өткен тарих. Ал осындай халық байлығының бүгінгі шындық пердесін түріп көрейік. Қазіргі таңдағы Арал тұз кәсіпорнының жағдайы мүшкіл деп айтуға толық негіз бар. Кеңестер одағы ыдырағаннан кейін 1995 жылғы бағалау құны қорытындысы бойынша 420 миллион теңгеге бағаланған кәсіпорынды 1996 жылы Астана Холдинг компаниясы бас аяғы 37 миллионға сатып алған. Сонан кейін әйгілі тұз кәсіпорнының жағдайы кете бастады. Қазіргі таңда кәсіпорынның жабдықтары, ғимараттары әбден тозығы жетіп ескірген. Жұмысшылардың жағдайы ескерілмей, еңбек құқықтары аяққа тапталған. Өз құқығын қорғамақ болған жұмысшылар заңсыз қудаланып, жұмыстан қуылған. Еңбек тәртібі, тұз өндіру ережесі сақталмай, табиғи тепе-теңдік бұзылған. Оның әрқайсысына жеке тоқталып өтеміз. Жұмысшылардың жазған арызын оқысаңыз, көз алдыңызға құл иеленушілік дәуірі елестейді. Қазіргі таңда жұмысшылардың орташа жалақысы 150 мың теңге шамасында. Бұл, инфляция мен қымбатшылықты ескерсек, күнкөріске жеткіліксіз. Осыған байланысты жалақыны көтеру мәселесі басшылық алдында көтерілгенімен, баяғы жартас күйінде қалған. Бұл мәселені талап еткен қызметкерлер мен жұмысшылар заңсыз жұмыстан шығарылып, қудалауға түскен. Бұл келеңсіздік туралы жергілікті атқарушы орган, әкімшілікке жүгінгендері мен Жақсықылыш округ әкімінен де, аудан әкімінен де қайтарылған жауап біреу ғана болған. Олардың айтуы бойынша бұл жеке компания болғандықтан, оларға сөзі жүрмейді екен. Ал Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, жергілікті атқарушы органдар, яғни мәслихаттар мен әкімдіктер өз құзыреті шегінде Қазақстан Республикасының заңдарына қайшы келмейтін қаулылар, шешімдер және ережелер қабылдайды. Жеке компаниялар осы құжаттарды орындауға міндетті деп көрсетілген. Егер әкімшіліктің талабы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңдары мен нормативтік құқықтық актілеріне негізделген және сәйкес келсе, онда жеке компания оны орындауға міндетті делінген. Халық байлығын несібесін пайдаланып, күнкөрісін қиындатқан компания басшылығы бұған жүре қарап отыр ма? Әлде әкімдердің ауыз байласқан ымыралары бар ма? Еңбек кодексінің 23-ші бабына сәйкес, жұмыс беруші жұмысшыға жыл сайынғы ақылы еңбек демалысын беруге міндетті. Бұл жұмысшының демалу, еңбекке қабілеттілігін қалпына келтіру құқығын қамтамасыз ететін заңды талап. Ең бастысы, жұмыс берушіге қатарынан 2 жыл бойы еңбек демалысын бермеуге тыйым салынады. Бұл ереже жұмысшының демалысқа шығу құқығын қорғауға және оның денсаулығын сақтауға бағытталған деп тайға таңба басқандай көрсетілген. Дегенмен кәсіпорын басшылығы тарапынан заңсыз, өрескел қылмыстарға жол берілген. 2023-2025 жылдар аралығында еңбек демалысының кезектілігі сақталмай, ретсіз, жұмыс режимі тоқтаған уақытта ақысыз демалысқа жіберу жағдайлары жиілеп отыр. Бұл, еңбек кодексінің талаптарына қайшы келеді. Анығында, жұмысшылармен еңбек келісім шарты жасалғанымен, арада 11 ай уақыт өткенде жұмысшылар жұмыстан шығарылып, келісім шарт келер жылға қайтадан жасалынып отырған.
Бір көздерімен алдап, бір көздерімен арбап отырған жашылыққа бұл жағдай ыңғайлы. Себебі жұмысшылардың заңды еңбек демалысы берілетін уақытқа келгенде ол жұмыстан шығарылып, еңбек демалысы есептелмей, келер жылға қайтадан келісім шарт жасасып отырған. Бала-шағасының нәпақасы үшін жұмысшылар осындай айлаға да көнген. Зауытта техникалық ақаудан туындаған бұзылу жағдайлар үшін жұмысшылардан түсініктеме талап етіліп, сыйақыдан шеттетіледі. Еңбек шартының талаптары туралы сұраған жұмысшыларға қысым көрсетіліп, жұмыстан босату жағдайлары орын алған. Онсыз да басына тартса аяғына жетпейтін мардымсыз айлығының қомақты бөлігін істен шыққан техникасын жөндеуге мәжбүрлеген. Жұмыстан шығып, мүлдем бақырсыз қалмау үшін жұмысшылар бала-шағасының аузынан жырып, бірде аш, бірде тоқ күй кешкен. Жұмысшылардың зейнетақы, медициналық сақтандыру және басқа да әлеуметтік төлемдері уақытылы аударылмай отыр. Бұл банктен несие алуға, ауруханада ем-дом алуға айтарлықтай кедергі келтіруде. Бұл туралы тиісті бақылаушы мемлекеттік органдарға, саяси партияларға бірнеше хат жолданған. Хаттарға шолу жасасақ, еліміздің бас санитарына, бас прокуратурасына, еңбек министрлігіне, қаржы министрлігіне, кіріс комитеті басшыларына хат жолданған. Ұшпу хаттың нәтижесі тексеру жасалынған. Тіпті айыппұл да салынған. Бірақ кәсіпорынды жалпағынан басып, қаржысын судай шашып отырған монополистерге салынған миллиондаған теңгелер шыбын шаққан құрлы әсер етпейтін сыңайлы. Өз кінәларын мойындап, тәубеге келудің орнына өздерін еркін сезініп, шығарылған соттың шешімдеріне наразылық білдіріп, апелляция берген. Қадасы мықты болса, киіз қазық жерге кіреді деген атам қазақ. Тиісті шешімді шығарып отырған мемлекет. Сонда қада кім? Қазық кім? Цехтарда шаң соратын, аспирациялық құрылғылардың болмауы ең алдымен жұмысшылардың денсаулығына тікелей қауіп төндіреді. Ауаның ластануы салдарынан тыныс алу жолдарының аурулары, аллергиялық және кәсіби дерттер жиілеп кеткен. Бір қызметкерге бірнеше міндеттің жүктелуі штаттың жетіспеушілігін ғана емес, сонымен қатар еңбек заңнамасының өрескел бұзылып отырғанын айғақтайды. Сонымен бірге өндірістегі еңбек қауіпсіздігі мен техника қауіпсіздігі талаптарының сақталмауы түрлі жазатайым жағдайларға келуде. Бұл мәселені шешу орнына басшылық тарапынан көз жұму байқалады. Жұмысшылардың тамақтану және демалу орындарының санитарлық жағдайы да сын көтермейді. Асхана мен демалыс бөлмелерінің тар, желдетілмейтін және антисанитарлық күйі еңбек өнімділігі мен жұмысшылардың жалпы тұрмыс деңгейіне кері әсер етіп отыр. Тұз қазу жұмыстары қазіргі таңда экскаватор арқылы жүргізілуде. Бұл әдіс жер қойнауын зақымдап, ас тұзының табиғи түрде қалыптасуына кедергі келтіруде. Комбайн әдісіне қайта көшу қажет. Сонымен қатар, тұз тасымалдау жұмыстарын жалдамалы жеке кәсіпкерлер емес, зауыттың өзінің жұмысшылары арқылы жүзеге асыру ұсынылады. Соның салдарынан өндірілетін тұз сапасы төмендеп, ас тұзы техникалық тызға айналып отыр. Қазіргі таңда өндіріліп отырған тұздың 80% техникалық мақсатта ғана пайдаланылуда. Бұл өнім сапасының төмендегенін білдіреді және зауыттың болашағына алаңдаушылық тудырады. Мына бір цехта түсірілген әуесқой бейнекадрға назар аударайық. Завод тоқтап тұр. Әйелде пере басып жасап жатыр. Жұмыс жүріп жатыр. Рапасу қатып қалды. Цех бойынша бәрі жұмыс жүріп жатыр. Мына жағы суын тазалап жатыр. Номер 2 цех перепасоктау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Ішінде қатып қалған құстар бар. 19-сы 19-24 жыл. Мастер ағайым не отыр? Иә, мастер сен кетіп жатсың жолда. Мастер мына қатып қалғандарды сал деп жатыр міне. Кладовщик бар. Кладовщик бәрі осы жерде. Қатқан тұздарды салдырып жатыр. Ал халықтың жоғын жоқтап, мұң-мұқтажын түгендейтін, талап ететін халық қалаулылары, депутаттарымыз өзгенің жыртысын жыртып, жалауын желбіретіп жүр.
Жақында әлеуметтік желіде Қызылорда облысынан сайланған парламент мәжілісі депутаты Мұрат Әбенов мырзаның солтүстіктегі жекешелендіріп кеткен энергетика компаниясын елге қайтару керектігі туралы сұхбаты жарияланды. Әрине, қолдан келсе менікі, өзгенікі деп бөлмеген дұрыс. Кезінде үлкен электростанцияларды олигархтарға сатып бердік. Олар арзан қалды, 1 теңгеге. Енді сол мемлекет соларға қаржысын төгіп жатыр, беріп жатыр. Олардың иелігінде, жеке иелігінде тұрған электростанцияға жөндеуге ақша беріп жатыр. Дұрыс емес ол. Қайтарайық, неге сотпен қайтарайық, неден қорқамыз? Бірақ жақсылық жасауда адам алдымен өзінен бастау керек сияқты. Өз жеріндегі алып тұз өндіретін кәсіпорынның, ондағы жұмысшыларының құқықтары аяққа тапталып, өрескел бұзылып жатқанда біздің халық қалаулылары ауыздарын буған өгіздей үндемей, бой бұғып қалып отыр. Өзгенің жоғын жоқтағанша алдымен өзінің барын барламай ма? Келесі әуесқой бейне түсірілімдерде тұзды жуатын және қаптайтын цехтардың бүгінгі ахуалын, қондырғылардың жағдайын көргенде ас тұзы мұндай жерде қалай өндіріліп жатыр деген сұрақ өздігінен туындайды. Сонда тұз кенінің кәсіпорынның өзі арамда, тапқан пайдалары адал ма? Трещина беріп жатыр ғой. Тот басқан, дат басқан, аварийный состояние деп айтуға болады. Темірлер әріпшіріп тұр. Осындай жағдай осындай. Минца тұз келетін жер, тұз жуылып өңделетін жерлері. Терезелер мынау, өзі 3 этажды. Терезелер кескіні осы. Осыда қанша халық жұмыс жасайды. Біргейді сөгіліп тұр десе де болады. Мінекейді. Аварийный состояние осы. Мына жерлер өртеніп кеткен ғой деймін. Шіріген соншалықты. Шыға условияны қоя бергенше осындайларды қарап жөндесе деген жұмысшылардың талабы. Мына бір беті. Тұз майдалау сушилка цехының бір беті. Осы айынан да көруге болады, аварийный состояниеде тұрғанын. Сушилканың екінші беті. Мына бұрышы екі жаққа ажыраған. Стенасы осындай. Терезелері. Қазіргі күйік жағдайы осы. Сушилканың жоғарғы қабаты. Терезелер осындай болып тұр. Қараусыз. Тұрмы қалмаған. Бұл ішкі көрінісі. Завод пока тоқтап тұр. Мына жердің бәрі тола шаң. Завод қосылған кезде көк шаң болады. Осы жер, мына жерде шаңды тартқыш аспиратор ештеңе орнатылмаған, болмаған. Онда ештеңе көріп тұрған жоқпын. Осындай ішкі көрініс. Мынау сыртқы көрінісі сушилканың. Иә. Мынандай құламалы аварийный состояние. Терезелер осындай. Қабырғасы шамал құлаған. Іргетасы сөгіліп жатыр.
Мынау бізде бірінші цех пасовкасы. Бізге осыдан бір 3 жыл бұрын ба айтылған, мына терезеден терезе қалмаған, қыста да осылай пакетпен қоршап қояды. Пластик болады. Пластикпен қамтимыз. Пластикпен істеп береміз деген. Бірақ осы состояниемен тұр әлі. Ертең қыста пленкамен қаптап қояды. Жазда осы сынаумен тұрады. Әбден ашынған кәсіпорын жұмысшылары мұң-мұқтаждарын жергілікті атқарушы билік өкілдеріне де айтып, ашық аспан астында жиналыс жасаған. Өтірік уәде беруде алдына жан салмайтын шенеуніктер ашынған халықтың көңіліне демеу болар құрғақ уәдені үйіп төгіп құтылғанша асықты. Мотивация бар ма сонда? Қалай бар? Bir айдан асып кеткен ол ақшалар алмай жүрген. Енді ипін айтып жатыр ғой сол өткен. Бұл жұмыс халыққа жұмыс істеуге емес. Бұл кісі мына жерге металлон табуға келген кісі сияқты. Мына жерде 89 жыл бар. Салынған стадион бұзып, тартып, ана жерге тақталған стадион. Қызылорда облысының әкімі Сапарбаев мырза. Жекешелендіру комитеті сізге төмендегіні хабарлауды қажет деп санайды. Заңға сәйкес комитет сатып алушылардың сатып алу-сату шарты бойынша өз міндеттемелерін тиісінше орындауын бақылауды жүзеге асырады. Осыған орай, ағымдағы жылдың ақпан айынан бастап комитет Аралтұз акционерлік қоғамына қатысты тексеріс жүргізуге талпыныс жасауда. Тексеріс мақсаты сатып алушы Астана Холдинг мемлекет үлесіне тиесілі 90% акция пакеті бойынша алған инвестициялық міндеттемелерін орындауын анықтау. Атап айтқанда, сатып алушы өз мойнына келесі міндеттемелерді алған. 1996 жылдың соңына дейін 104 миллион теңге мөлшеріндегі кредиторлық берешекті өтеу. 4 жыл ішінде 17 миллион ақш доллары көлемінде инвестиция салу, соның ішінде 1996 жылы 2 миллион ақш доллары, 1997 жылы 2 миллион ақш доллары, 1998 жылы 2 миллион ақш доллары, 1999 жылы 11 миллион ақш доллары. Алайда Аралтұз басшылығы біздің барлық талаптарымызды елемей отыр, ал аудан әкімдігі осы уақытқа дейін тиісті қолдау көрсетпей, шара қолданбаған. Осыған байланысты сізден сатып алушы Астана Холдинг тарапынан сатып алу-сату шарты бойынша міндеттемелердің орындалуын тексеруге тиісті деңгейде көмек көрсетуді сұраймыз. Құрметпен, комитет төрағасы Е. Истаев, Арал ауданының әкімі А. Баймырзаевқа мәселені мұқият қарап, мән-жайын анықтап, нәтижесі жөнінде баяндауды тапсырамын. Аралтұз акционерлік қоғамының жұмысы нашар екеніне назар аударамын. Неліктен келісім-шарт талаптары орындалмай отыр? Қызылорда облысының әкімі Сапарбаев, Жолдас Байдеуов қоғам басшысымен сөйлесіп, шара көру қажет. Қорытындысын маған хабарлаңыз. Арал ауданының әкімі А. Баймырзаев, Аралсөл акционерлік қоғамы А. Бишеков Жолдасқа, Абжалиев Жолдасқа. Сіздерге облыс әкімінің 1997 жылғы 24 маусымдағы нөмірі 2174 нұсқауын, сондай-ақ Қызылорда облыстық жекешелендіру комитетінің 1997 жылғы 21 маусымдағы нөмірі 01-610 хатымен бірге жолдап отырмыз. Аудан әкімінің осы мәселе бойынша берген тапсырмасын орындау мақсатында мәселені акционерлік қоғамның активінде қарап, тиісті шұғыл шаралар қабылдауларыңызды сұраймыз. Нәтижесі туралы жазбаша түрде аудан әкімдігіне хабарлаңыздар. Қосымша облыс әкімінің хаты, комитеттің хаты. Арал ауданы әкімінің міндетін атқарушы Байдеуов. Ал Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті төрағасының бірінші орынбасары Утенов мырзаның Астана Холдинг корпорациясының президенті Ниетқалиевке 5 мамыр 2001 жылғы 18-03-2310 санды хатында аталмыш корпорацияның сатып алу келісім шартында көрсетілгендей Аралсөл компаниясына 17 миллион ақш доллары көлемінде инвестиция саламын деп шарттарын орындамағаны, негізгі капиталға ешқандай
қаржылық инвестиция салынбағандығы, техникалық жабдықтардың әбден тозығы жеткендігі, сатып алушының кәсіпорынның қаржылық жағдайын шарықтау шегіне жеткізгендігі, жұмысшыларға 3 айға айлық төлмегендігі, жұмысшылардың еңбек ақысының 9%-ға төмендегенін, бастапқы жұмысшылар санының 45%-ға қысқарғандығы, 1997-99 жылдарға салым пайдасының төленбегендігі, бюджеттік және бюджеттік емес мекемелер алдындағы берешегі 19,1 миллион теңгені құрайтындығы және сатып алушының сатып алу келісімшартының 6-да 3-ші пунктін бұзғандығы, яғни акцияның 80%-ын 3-ші тұлғаға ас компаниясына сатып жібергендігі, ол туралы құзырлы органдарға хабарламағандығы туралы хат жолдаған. Сондай-ақ тексеру қорытындысында Астана Холдинг компаниясының Аралтұз кәсіпорнын басқару міндеттемелерін орындауын қанағаттандырарлықсыз деп тануға, 24 маусым 1996 жылғы нөмірі 75 келісімшартты бұзып, заңнамаға сәйкес сатып алушыға 2,319 миллион ақш доллары көлемінде айыппұл салу жөнінде кеңес шығарған. Бірақ өздеріңіз күні бүгінгі дейін байқап отырғандарыңыздай, баяғы жартас бір жартас. Бұл хаттың қорытындысы бойынша қандай шешім қабылғандығы қазаншылардың еркінде қалып отырған сияқты. Бау-бақша иесіз болса, тал-дарақ жабай өседі дегендей, әй дейтін әже, қой дейтін қожа болмағасын қалталы қожайындар бүгінгі дейін халық несібесі, халық байлығының сөлін сорып, әбден қирап құлауға дейін апарып отыр. Ал оны көздерімен көрсе де көрмегендей болып отырған жергілікті аудан, облыс әкімдері әйтеуір бір күні өз ар-ождандарының алдында есеп беретін уақыт болатынын біле ме екен. Білсе де арқаны кеңге салып, жұмған аузын ашпай, отқа салса өртенбейтін, суға салса батпайтын қорғаныштары кім екен? Қай кезде де байлық, халықтікі, ол билікке аманат. Аманатқа қиянат еткеннің жүзі жарық болмайды. Елдің еншісімен бірге қарғысын жеп отырғандарын білмейді ау. Олар елдің ырысын ғана ұрлап отырған жоқ, ертеңгі ұрпағының нәсібін ұрлап отыр. Бір ғасырлық тарихы бар Аралтұз тұз өндіру зауыты жұмыс істеп тұрғанда, облыс әкімінің Тоғыс Арал отын жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жоғары сұрыпты ас тұзы өндірісі жобасын қолдап, оған мемлекеттен 700 миллион теңге бөлуі ақылға қонымсыз шешім емес пе? Бұл жерде еріксіз сұрақ туады. Қолданыстағы кәсіпорынның тамырына балта шабуы ма, әлде біреудің жеке бизнесін бүркемелі түрде қолдау ма? Бір ғасырға жуық елдің игілігіне жұмыс істеп келе жатқан Аралтұз бүгінде қиын жағдайда. Цехтардың тозуы, жабдықтардың кеңестік кезеңнен бері ауыстырылмауы, жұмысшылардың еңбек ақысының төмендігі мен еңбек қауіпсіздігінің сақталмауы бұл бәрімізге белгілі шындық. Ал осының бәрін түзетудің орнына облыс басшылығы жаңа серіктестікке жүздеген миллион теңге қаржы бөліп отыр. Сонда бұл кімнің мүддесін қорғау? Халықтың несібесін иемденіп, байлыққа кенеліп отырған жекелеген топтардың бизнес жобасын мемлекеттік қолдауға лайық деп табу әділет пе? Мемлекет есебінен жаңа зауыт ашу емес, барын сақтап, Аралтұзды қайта жаңғырту керек еді ғой. Егер сол 700 миллион теңге жұмысшылардың жағдайын жақсартуға, жабдықтарды жаңартуға, қоршаған ортаны қорғауға бағытталса, пайдасы елге де, экономикаға да әлдеқайда көп болар еді. Қысқасы, бұл шешім экономикалық саясаттың емес, саясаткерлік есептің көрінісі. Халықтың мүддесін емес, жекенің пайдасын көздейтін мұндай жобалар ертеңгі күні 5000-нан астам халқы бар Жақсықылыш елді мекенінің тағдырына балта шабуы емес па? Қызылорда облысынан сайланған мәжіліс пен сенат депутаттары да туған жердің намысын қорғап, еліміздегі жалғыз тұз өндіретін кәсіпорын Аралтұздың тағдырына бейжай қарамайды деген сенімдеміз. Бұл тек бір зауыттың емес, тұтас өңірдің әлеуметтік және экономикалық болашағының мәселесі. Халықтың үміті мен сенімі елдің аманатын арқалаған халық қалаулыларына артылған. Әсіресе кезінде осы кәсіпорын төңірегінде дау туындап, жұмысшылардың жанайқайы бүкіл елге жеткен шақта, сол қиын сәтте елдің ортасында жүріп, мәселенің оң шешім табуына атсалысқан Мұрат Әбенов мырзаның есімі халықтың есінде. Сондықтан да бүгінгі таңда дәл сол азаматтық ұстаным, елдік мінез тағы да қажет. Біз Мұрат Әбенов сынды ел мүддесін бәрінен биік қоятын тұлғалар бұл мәселеге бейжай қарамай, Аралтұздың ертеңін, жұмысшылардың еңбегін, халықтың несібесін қорғауға ерекше көңіл бөледі деп сенеміз.